Божбанның өтірік жатыр ма? Лақабаты кім? Божбан Кімнің? игіліктің. Игіліктің лақабаты Божбан ба? Ол сүйініштің баласы, сүйініштің да. Сол жанында осы игіліктен осының лақабаты Божбан игіліктің. Содан Байбөрінің Алпамыстан Жәдігер, Жәдігерден Жанаялы, Жанаялден Жантақ, Жантақтан Нұрым. Осыған жалғыз бала болып келеді. Одан кейін Нұрымнан бастап 8 ата Божбан басталады. Қожағұл, Жаукім, Үйтемген, Құлым, Бегарыстан, Тоқпақ, Ұржық, Жұмық. Енді осы жерде біз Қожағұл болып бөліп кетеміз. Нұрымның 8 ата шықты ғой. Сол Қожағұлдың ішінде 2 баласы болады. Дәулетбай, Бегі деген. Біз осы Дәулетбай Бегінің ішінде Дәулетбайдан бөліп кетеміз ары қарай. Енді Дәулетбайдың ішінде Қояр, Қойлас, Мырзабай, Білдебай, Әбиен деген 5 баласы болады. Осы 5-тің ішінде біз Әбиеннен бөліп кетеміз. Әбиеннен мына Бұлабай, Есмырза, Найманбай, Жидебай, Қаражан, Сарман. Осы 6 болады. Осы 6-ның ішінде біз Бұлабайдан бөлінеміз. Бұлабайдан Бердібек, Болдырық, Бердібек, Ертуған, Аман. Осы 4-еу туады. Біз осы Аманнан кетеміз. Аманнан Сыздық жалғыз бала. Енді Сыздықтан 3 бала. Дуалбек, Сағынбек, Тәжібек деген. Осы 3-тіктен біз Дуалбектен кетеміз. Дуалбектің 3 баласы болады. Қосылмай қалған ғой соны. Дуалбектен Әбдібек, Күндізбек, Жұлдызбек. Болды ғой осы жерде мына. Әбдібектен Бауыржан, Нұржан, Нұрбек. Жұлдызбектен Айбекпен Данабек. Күндізбектен Мемен Мұхаммеден қайтыс болып кетті ғой. Менен осылар мына осы тарихтық 11 болып қанша болды? Сізден қанша? Менен жалпы 17. Осың Божбан. Ұлдардың атын айтсай? Ұлдардың атын айтсай? Әділбек, Нұрисламбек, Османбек, Мұсабек. 4-еу дейді.